Қайырлы күн. Бүгін сіздермен Айсұлудың асы. Дәл осындай үлпілдеген, ешқандай ашытқыны қажет етпейтін, бары болғаны 15-20 минутта дайын болатын шелпектің рецептісін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын дәмді шелпек. Ол үшін 400 грамм ұнымызға 250 грамм айранға жарты шай қасықтың ұшында қопсытқышымызды және де шай қасықтың ұшында тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы айранды массамыздың үстіне 4 шай қасықтай қант салатын боламыз. Қант өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен 4 шай қасық қант салып жақсылап араластырып алдым. Қантым мен тұзым жақсылап ерігенше. Өте оңай әрі жылдам дайындалатын рецептілердің бірі. Міне осылай жақсылап араластырып алғаннан соң, осы дайын массамыздың үстіне 2 ас қасық сұйық май құятын боламыз. Ешқандай ашытқыны қажет етпейтін, мінекей 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және де 2-3 ас қасықтай жылы су құйып жібереміз. Енді осы дайын болған массаны ұнымызға аз-аз мөлшерден бөліп құйып алып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Неке осылай жақсылап қамыр илеп, басын біріктіріп, июі қанғанша жақсылап қамыр илейміз. Басы бірігіп, біріккен қамырымыздың июін жақсылап қандырып, илеп, 5-10 минутқа қамырымызды бетін жауып тұндырып қоятын боламыз.
Мінекей біздің дайын болған желпектеріміз өте дәмді әрі өте үлпілдек, жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін.